Армысыз көрермен, эфирде ашық әңгіме жобасы. Сіздермен бірге мен Әйгерім Ашықбаева. Бүгін өңірдің бас педагогы, білім басқармасының басшысы Динара Жұмашевамен сұхбаттасатын боламыз. Ғалымда шахтерда бас етін, ұстазым бар сенің қасиетің деп жырлағандай, ұстаздың әрбір адамның өміріндегі орны ерекше. Ендеше аймақтағы білім саласының дамуы қандай, ұстаздарды қандай мәселе толғандырады? Сұхбаттан білеміз. Кеттік. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба, қош келдіңіз. Динара Нағималқызы, жұмыс күніңізге сәттілік. Сізбен сұхбаттасуға келдік. Дайынсыз ба ашық сұхбатқа? Дайынбыз. Келіңіз. Білім басқармасына келгеніңізге 4 айдан асты. Енді халық арасында бұл басқарманы қиын әрі жауапкершілігі мол, бір жағынан өте қауіпті басқарманың бірі санайды. Енді сіз осы басқармаға екінші мәрте басшы болып келіп жатырсыз. Себебі неде? Бұл лауазымда мен екінші рет отырған білім саласының тарихында үшінші басшымын. Маған дейін Өмірзақ Озғанбайұлы, Ермек Қасымбекұлы 2 рет осылай басшы болған. Қайтып келуіме себеп заң бұзған жоқпын. Сондықтан да ашық конкурсқа өзімнің конституциялық құқыма сәйкес қатыстым, жеңімпаз болып атандым. Ең басты себеп өзімнің мамандығыма деген, осы қызметіме деген махаббатым шығар. Осы біздің облысымыздың білім саласына өзімнің үлесімді қосқым келді. Тұрғындардың көп қолданатын әлеуметтік желілерін, Инстаграм беттерін ашып біраз ақтардық. Енді бірнеше түйткілді сұрақтарды арнайы сізге дайындап келдік. Соның бірі Жаңаөзендегі нөмірі 21 мектептің жағдайы. Енді осыған қатысты не айта аласыз? Жаңаөзен қаласындағы нөмірі 21 мектеп 2011 жылы қолданысқа берілген. Бүгінгі таңда 3000-ға жуық оқушы 2 ауысымда білім алады. Өзім іс-сапармен Жаңаөзен қаласында болып қайттым. Мектептің жағдайында көрдім, ата-аналармен де кездестім, ұжыммен де кездестім. Бүгінгі таңда мектепте құрылыс техникалық зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осы жұмыстардың қорытындысын алғаннан кейін біздер шешім қабылдайтын боламыз. Біз үшін басты мәселе оқушының қауіпсіздігі және сапалы білім, саналы тәрбие алуы. Сабақ дәстүрлі режимде қазір жалғасуда. Демек, балаларға ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ, Біз осыған дейін жаңа оқу жылының алдында бізде мектептің білім беру ұйымының жаңа оқу жылына дайындығы жөнінде зерделеу жұмыстары жүргізіледі. Құзырлы органдар, мамандары келіп, зерттеу жұмыстарын жүргізіп, өздерінің қорытындысын береді. Соның ішінде төтенше жағдай департаменті бар, санитарлық эпидемиологиялық департамент бар, жылу жүйесін тексеретін мекемелер бар. Барлығы тексеріліп, білім беру ұйымының жаңа оқу жылына дайындығы жөнінде өздерінің қорытындысын берген. Жаңаөзендегі мектептер осы жазда сенімгерлік басқаруға өтеді деген тағы да бір ел арасында әңгіме шыққан болатын. Енді Facebook беттерінде де біраз тарап қолдады, мұғалімдер тарапынан керісінше қолдау болмады. Енді осы процесс тоқтап қалды ма? Зерделеу жұмыстарының нәтижесінде бұл мәселе қазіргі таңда тоқтап тұр. Яғни сенімгерлікке алатын қазір компанияларда ондай тілек білдіріп отырған жоқ, бізге ондай ұсыныстар келіп түскен жоқ. Барлық білім беру ұйымдарындағы оқу процесі дәстүрлі режимде қазір жалғастырылып отыр. Жаңаөзенге қатысты тағы келесі сұрақты қойып өтейін. Бұл оқушыларының Көкшетаудағы ең үздік мектептердің біріне оқып жатқаны. Енді бұл үрдіс әрі қарай жалғаса ма? Жалпы оқушыларды әрі қарай тек Жаңаөзеннен емес, мысалы аудандардан да тарту бар ма жоспарда? Айқанат мектебіне жалпы ауыл мектептерінің оқушылары олимпиадасына қатысып қабылданады. Жыл сайын республика бойынша 100 грант беріледі. Ал Жаңаөзен қаласына бір жылдың ішінде 50 грант бөлінді. Жаңаөзен қаласында бұл конкурсқа 1000-ға жуық бала қатысты, 8-9 сынып оқушылары, соның ішінен 251 бала іріктеліп алынды. Жобаның алдағы жылдары жалғастырылады деген жоспар бар. Әзірге бұл жоба Жаңаөзен қаласы үшін қосымша басқа ауылдық жерлерде орналасқан мектептің барлық оқушылары қатыса алады. Ұстаздар, сізге шағымын қалай жеткізеді? Яғни әлеуметтік желіде ашықсыз ба, әлде сізге тікелей кіре алады ма кез келген? Бір сөзбен ашықсыз ба, ашық басшысыз ба? Ашықпын деп толық айта аламын. Себебі менде әлеуметтік желіде тек менің ғана емес, орынбасарларының да телефон номерлері ашық жарияланған. Барлық аудандық қалалық білім бөлімдерінің басшыларының, білім беру ұйымдарының басшыларының
телефон номерлерімізді ашық жариялап отырмыз. Оған қоса мен 24 тәулігіне 24 сағат келген ұсыныстардың барлығына өзім жауап беріп отырмын. Телефоным өз қолымда, ешқандай фильтр жасалмайды менде, өзім қарап өзім жауап беремін. 5 жұмыс күнінде, егер қолым бос уақытта жұмыс орнында болып жатырсам, келген әріптес болсын, ата-ана болсын, кез келген тұрғынды қабылдап отырмын. Оған қоса өзімнің орынбасарларым да қабылдап жатыр. Сізге қолқа салғым келіп отыр. Қаладағы бір мектепке барып көрсек, оқушылармен тілдесіп, ұстаздармен тілдесіп дегендей. Бұл біздің Ақтау қаласындағы 28-ші шағын ауданда орналасқан 20-шы мектеп, Мұхтар Әуезов атындағы мектеп. Жалпы қуаттылығы 1600 орындық. Қазір 3200 бала оқиды, білім алуда. Өкінішке орай бала саны көптігіне байланысты 3 ауысымда білім беріп жатырған білім беру ұйымы. Енді осы мәселе бойынша сұрағым келген, жалпы біздің Маңғыстаудағы өзекті мәселенің бірі білім саласындағы бұл 3 ауысымды мектептердің әлі күнге дейін болуы. Енді осы жағдай қалай шешіліп жатыр? Биылғы жылдың өзінде біздің облысымызда 2 мемлекеттік білім беру ұйымы, 2 мектеп, сосын 13 жекеменшік мектеп іске қосылған болатын. Алайда біздің облысымызда бұған дейін 18 3 ауысымда оқытатын және 2 апаттық білім беру ұйымы бар. Алайда бұл мектептер іске қосылғанмен де 3 ауысымдық оқытудың мәселесі әзірге қиындық туғызып тұр. Әлі күнге 18 білім беру ұйымында 3 ауысымда сабақ жүргізілуде. Енді қазір нысаны жүргізіліп жатырған, құрылысы жүргізіліп жатырған нысандар бар. Алайда қазір президентіміздің тапсырмасымен өте жақсы жоба іске қосылғалы отыр. 2023-2025 жылдары біздің елімізде жайлы мектеп деген жоба іске асырғалы отыр. Қазір сол жобаны жүзеге асыру мақсатында дайындық жұмыстары жүргізілуде. Оқу-ағарту министрлігімен жақсы жұмыс жасадық. Осы жобаға біздің облысымыздан 44 мектептің құрылысы жобаға енгізілді. Ол 44 мектептің 34-і ірі 900 орыннан басталатын ірі мектептердің құрылысы, ал оны бастауыш сынып мектептері. Міне осы жоба толықтай жүзеге асқан күнде біздің облысымызда 2025 жылы 3 ауысымдық мәселесі жойылатын болады. Енді 3 ауысымды мектептен бөлек оған өту қаупі бар тағы да мектептер бар ма? Бар. Себебі бізде жыл сайын бала саны өте көп өсіп отыр. Республикалық деңгейде демографиялық өсімге байланысты біздің облысымыз бірінші орында тұрған облыстың бірі. Сондықтан біздер биылғының өзінде, мысалға бірінші сыныпқа біздер болжам жасаймыз ғой, 19500 бала келеді деп жоспарлаған болатынбыз. Дегенмен 20 мыңнан асты бала, 20 051 бала бірінші сыныпқа келді. Соңғы біз талдау жасап көргенбіз, соңғы 5 жылдың ішінде облысымызда оқушы саны 38 мың 40 мыңға тұрақты өсіп отыр. Яғни жыл сайын көрсеткіш жыл сайын өсім бар. Сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба? Қалдеріңіз қалай? Сәлематсыз ба? Қош келдіңіздер. Енді Динара Нағимолла қызы биыл өңір бойынша 300 педагог келеді деп жоспарланды. Қазіргі таңда ұстаздар жыл басынан бері енді келіп болған шығар. Жалпы қай өңірден біздің Маңғыстауға қызығушылық танытқан ұстаздар бар және біздің жергілікті жердің жаңағы жас мұғалімдер бар ма? Өткен жылдың оқу жылының қорытындысы бойынша біздің облысқа жалпы 229 мұғалімге қажеттілік болған. Педагог кадрлардың жетіспеушілігі бар. 4 аймаққа педагогтар тартуға байланысты арнайы бағдарлама іске қосылды. 2 кезеңнің қорытындысы бойынша біздің облысымызға іріктелген, үздік деп танылған педагогтарымыз жұмысқа келді. Бұл Ақтау қаласы, Жаңаөзен қаласы және Түпқараған ауданындағы білім беру ұйымдарына орналасты. Жалпы Алматы қаласынан негізінен келген педагогтарымыз мына өзіміздің көрші облыстардан, батыс өңірлерден келді. Ал енді бүгінгі таңда осы жаңа 2022-2023 оқу жылында
біздің облысымызға 710 мұғалім жұмысқа қабылданды. Оның ішінде 410-ы жас мамандар. Негізі осы біздің жергілікті мамандар жұмысқа қабылданған. Бүгінгі таңда тек қана 25 мұғалімге бізде қажеттілік бар. Оның барлығы да орыс сыныптарындағы мұғалімдерге қажеттілік. Бастауыш сынып мұғалімдері, орыс сыныбындағы химия, биология, информатика, математика пәнінің мұғалімдеріне қажеттілік бар. Енді тағы бір осы бақ беттерінде шығарылған шағымның бірі, бұл әсіресе Facebook желісінде көп шықты, және Instagram желісінде жергілікті мұғалімдердің шағымы, яғни мектептерде болып жатқан конкурс әділ өткен жоқ. Әр адам өзінің танысын немесе басқа да жолмен өтіп жатыр деген әңгімелер шықты. Енді бұл қаншалықты рас? Бұндай мәселелерді мен де оқығанмын. Дегенмен біз осы арызданушылардан сұрадық, факт бізге беруге, қай мектепте болды бұл, кім таныс арқылы кірді деп бізге ондай ешкім айтқан жоқ. Нақты факт бізге берген жоқ. Біздер құқық қорғау органдарына берулерін де сұрадық осы фактты. Негізінен талқыға түскен бұл биылғы жаңа оқу жылында ашылып іске қосылған 32-ші шағынауданда орналасқан 30-шы мектеп болатын. Ол жерге 153 вакансия орынға 844 адам құжат тапсырды. Комиссия құрамында оқу-әдістемелік орталықтың директоры, Адалдық алаңы жобасының өкілі, кәсіподақ ұйымы, үкіметтік емес ұйымның өкілдері болып конкурс ашық өтті. Әрине, 844 адам құжат тапсырғасын, оның ішінде 153-і қабылданады, қалған адамдарда әрине күдік болуы мүмкін. Рахмет, енді осы 20-ші мектепте биыл жаңадан келген педагог жұмыс жасап жатыр екен, е? Енді сізбен бірге барып көрейік, танысайық, ол ұстазбен. Әрине? Иә, кеттік. Нұрбол Дамирұлы бізге өтіп, біздің облысымызға келген мұғалім. 11-ші сынып қой, да? 11-ші сынып. Ұлттық бірыңғай тестілеу биыл. Қай өңірден келдіңіз және Маңғыстауды не үшін таңдауға себеп болды? Орал өңірінен келдім. Маңғыстауды таңдаған себебім осыда 1-2 жыл бұрын болғанмын, жақсы әсер қалдырды. Сол үшін таңдадым. Енді іріктеу қалай өтті? Сізге қиын болды ма? Қиындық тудырған жоқ, себебі ол есептерді біздер осылай НТ-ға дайындалған кезде мектеп қабырғаларында жүріп шығарып жүрген есептер. Содан кейін министрлікпен жаңағы сұхбат Zoom арқылы сол екі кезеңнен өтіп осында келіп отырмыз. Оқушыға өзінің өмірлік жолына, таңдаған мамандығына қиналмай түссе екен деген, яғни уақытын бос өткізбей сапалы білім алса екен деген мақсатта еңбек етіп жатырмыз. Нұрбол Дамирұлы, сабағыңызға сәттілік, әрі қарай өткізе беріңіз, сізге кедергі болмайық. Рахмет сұхбатыңызға. Динара Нағимоллақызы, өңірдегі білім саласын дамыту үшін қандай алға қойған жоспарларыңыз бар? Биыл біздер арнайы стратегиялық жоспар жасадық. Жоспарымыз 2030 жылға дейін белгіленген. Оның ішінде ең осы білім жүйесінің барлық білім деңгейлерінің негізгі тұстарын алып, әлсіз тұсымыз, мықты тұсымыз деген сияқты қандай мәселелерге көп көңіл бөлу керек, осылардың барлығын талдау жасап алдық та 8 бағытталдық. Қай проблемаларды басты орында шешу керек деп ойлайсыз? Облысымыздағы 3 ауысымды және апатты мектептердің мәселесі, осыны жойсақ деген мақсатымыз бар. Екінші мәселе бұл кадр мәселесі, яғни біздің педагогтарымыздың сапалық құрамын жақсарту, категорияларын өсіру, біліктіліктерін арттыру. Осының барлығы білім сапасына әсер етеді. Енді отбасымен мансапты қатар алып жүру оңай емес әрине. 2 ұлым бар, екеуі де кәмелет жасқа толған. Тәртіптері жақсы, ұлдардан қиындық көрген жоқпын, тәртібінен, білімінен қиындық көрген жоқпын. Үлкен ұлым жоғары оқу орнын бітірді, қазір магистратурада оқиды және қосымша жұмыс жасап жатыр. Екінші кіші ұлым қазір Гонконгта 2-ші курста оқиды. Өзінің мамандығы бойынша әлемдік
30 үздік университетке грант ұтып алды. Біздің бағдарламаның соңында әдеттегідей қысқа нұсқа сұрақтар бар. Қысқа нұсқа жауап берсеңіз. Кітап немесе кино? Кітап. Сізді өміріңіздегі ең сенімді адамыңыз? Туған апам. Сенесіз, демек? Сенем, толық сенем. Сізде дос көп па? Көп. Жақын достарда? Бар, өте көп. Жақын достарым да көп. Сіз үшін бақыт деген не? Бақыт деген мен үшін отбасының амандығы, тума туыс, айнала, бала шағаның амандығы деп ойлаймын. Өзіңізді бақытты адам деп санайсыз ба? Толық санаймын. Адамға бақытты болу үшін керек нәрсенің бірі ақша деп кейбір адамдар айтады. Сіз қалай қарайсыз? Ақшаның артықтығы болмайды ғой, бірақ ол үшін ең бірінші адам баласында қанағат болу керек деп ойлаймын. Құрметті Динара Нағимоллақызы, сұхбатымыз осымен аяқталды. Сізге рахмет. Енді өзіңіз айтқандай, төрт қолбасы тең, бақытты адамдар, бақытты педагогтар біздің өңірімізде көбейе берсін. Сізге бүгін ашық сұхбаттасқаныңыз үшін алғыс айтамын.